Баланы қай спорт түріне берген дұрыс? Бұл ең көп қойылатын, ең көп кездесетін сұрақтардың бірі. Әрине, кез келген ата-ана баласының атақты чемпион болғанын қалайды. Біреу оның атақты футболист болғанын қалауы мүмкін, біреу оның атақты палуан болуын қалауы мүмкін. Спортты таңдамас бұрын ең бірінші біз баланың қабілеті, бейімділігі бар ма, соны байқауымыз керек. Спорт әрине көп энергияны, көп күшті талап ететіндіктен ол баланың бойында жеткілікті болу керек. Оны қалай білеміз? Оған бізге баланың туған күндегі сандар арқылы құрған психоматрицамыз көмектесетін болады. Сол психоматрицада біз қаншалықты күші бар, қаншалықты энергиясы бар, соның бәрін көре аламыз. Сонымен энергия бұл екі саны, физикалық күш үшін 4 саны жауап береді. 4 саны бұл денсаулық дейміз, сонымен қатар физикалық күш. Спортпен айналысу үшін энергия қажет болғандықтан баланың құрған матрицамызда біз кем дегенде 2-2-2-сін көруіміз керек. Сонымен энергияны көп талап ететіндіктен біздің матрицамызда қанша болу керек? Ол 2 саны, яғни энергияны көрсететін санымыз кем дегенде 2 болу керек. Ал егер ол 4, 5, одан да жоғары болса, онда оның спортпен айналысуға деген мүмкіндігі жоғары екендігін, мүмкіндік керемет екендігін көрсетеді. Өйткені ол керемет көп күшті талап ететін жаттығулармен айналысуға да оның энергиясы жетеді. Сонымен қатар ішкі өзінің рухани күш жігерін тәрбиелеуге де оның энергиясы жеткілікті болып келеді. Сонымен қатар шығарған энергиясын қайтадан қалпына тез келтіретін болып есептелінеді. Ал егер матрицамызда 2 саны біреу ғана болса, онда ол энергияның әлсіздігін көрсетеді. Жаттығулар кезінде қаншама күш жұмсайды, шаршайды, салмақ түседі. Сол кезде ондай бала тезірек бойындағы энергиясын құртады, сонымен қатар ол тез әлсіреп, тез шаршап қалады. Тиісінше бұндай бала мектептегі сабағын да тастап жіберуі мүмкін. Неге? Өйткені үй тапсырмасын орындау, кітап оқу, бұның өзі қаншама энергияны талап етеді. Ал ол уже жаттығудан кейін оның бойындағы ешқандай күші қалмағандықтан ол мектептің үй тапсырмасын алып жүруде оған өте қиынға соғады. Сондықтан бұндай балаға тіпті сұрақ туындауы мүмкін. Спорт әлде сабақ депші? Әрине, бұндай балаға орта мектепті сабақты таңдаған дұрыс болар еді. Келесі 2 санының 3 болуы. Бұл құбылмалы энергетика, не болмаса бұрқ етіп шығатын энергетика болып есептелінеді. Бұл да әлсіз, тез шаршап қалатын энергетика. Басында айтып өткен 1-2-ден жаңағы 3-2-нің айырмашылығы бұл 3-2-ні қалпына келтіру қиындау келеді. Мысалы, бала жарысқа барды дейік, одан 1-ші орын алып келсін дейік. Тиісінше бар энергетикасын жарысқа тастап келгендіктен, бұл бала өзінің энергетикасын бірден қалпына келтіріп алмаса, оны қалпына келтіру қиындау болады, ұзақ болып кетеді. Тіпті 1-2 айға созылып кетуі мүмкінді. Бала осы кезде тиісінше әлсіреп, есеңгіреп жүретін болады. Бұл кезде балаға мотивация керек, сонымен бірге мақтап, оны әрқашан морально, эмоциональный поддержка беріп отыру керек. Тіпті 3-2-сі бар балаға ылғи да мотивация беріп, оған мақтау айтып, морально, психологически поддержка жасап отырмаса, бұндай баланың спортқа деген қызығушылығы тіпті өшіп қалуы да мүмкін. Енді 4-2-сі бар болса, не болмаса 5, 6, 7, тіпті одан да көп 2-лері бар бала болса, онда бұл гиперактивный бала болып есептелінеді. Бұндай бала егер үйде отыратын болса, онда алысып, жұлысып, үйді төңкеріп, былайша айтқан кезде анда ұрынып, мұнда ұрынып, төбелесіп, мазаңызды алып, алаңдатуы әбден мүмкін. Сондықтан егер баланың матрицасында
4-2 одан жоғары болса, онда спортқа қарай бетін бұрсаңыз, онда шатаспайтын едіңіз. Келесі бір сұрақ: егер сіз балаңыздың спортпенен профессионалды түрде айналысқанын қалайтын болсаңыз, онда бізге тек қана екіні, яғни энергетикасын қарау жеткіліксіз болады. Сонымен бірге біз өзіміздің психоматрицамыздағы 4 саны қаншалықты, соған да мән береміз. 4 бұл денсаулық дейміз, сонымен қатар физикалық күш. Ең бастысы бұл 4 саны бізге төзімділік береді, шыдамдылық береді. Яғни мына спортпен айналысқан адамда, спортта ең маңызды бөлшектердің бірі бұл адамның денесінің шыдамдылығы, адамның өзінің төзімділігі болып есептелінеді. Яғни адамның өзінің мына іштен келетін күшін көрсете білуі. Мысалы, дұрыс тәрбие болмаса, адамның ішінен келген энергетикасын ол жұдырыққа, төбелеске жұмсауы мүмкін. Ал баланы спорт секциясына беретін болсаңыз, онда жаттықтырушы баланы тек қана таңдаған спорт түрінің правиласыменен техникасын үйретпейді. Сонымен қатар ол этиканы үйретеді. Сонымен қатар әр жағдайға философиялық көзқараста қарау керек екендігін көрсетеді. Яғни ол дегеніміз жаңағы жаттықтырушыдан алған тәрбиені, алған білімді ол қай кезде, қалай, не үшін пайдалану керек екенін де үйрететін болады. Сондықтан балаңыздың психоматрицасында 4 саны бар болса, егер баланың өзінің көңілі қаласа, онда спортқа қарай бағыт берсеңіз артық болмайды. 4 саны бұл физикалық күш, бұл тек қана спортқа қажет емес. Сонымен қатар биге берген кезде де қарасақ артық болмайды. Өйткені бидің өзі қаншама энергияны, ол да қаншама күшті талап етеді. Әсіресе балетқа берген кезде де осы 4 санын ескерген жақсы. Өйткені бұл би де адамны сондай бір спорттан кем емес күшті талап ететін би түрі болып есептелінеді. Сонымен қатар 4 саны көп болса, онда ауыр атлетиканы таңдауға да болады. Қорытындылайтын болсақ, егер балаңыздың туған күні арқылы құрастырған психоматрицаңызда 2 менен 4 саны бар болса, онда табиғатынан балаңыздың бойында спортқа деген бейімділік, спортқа деген икем, яғни фундаменті бар екенін көреміз. Ал егер бәрін анық білгіңіз келсе, онда энергия, денсаулық күшпен бірге баланың характерінде бірге алып қараған жақсы. Осы арқылы біз оның қай спорттың түріне, яғни спорттың түрі болғанда, мысалы, командный спорт па, әлде жеке спорт па, соған қайсына оның мінезі келеді, соны да есептеп шығарамыз. Ол үшін бізге 1 сан қажет. 1, яғни бұл адамның мінезі, адамның характері. Осы қаншалықты, соған да мән береміз. Сонымен бүгінгі видеодан өздеріңізге пайдалы ақпарат ала алдыңыздар деп ойлаймын. Лайк басып, комментарий қалдырып, подписка бөлігіне өтіп, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Өйткені алдағы уақытта да пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын.